Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Егер сіздер үй жағдайында майонез жасаудың рецептін іздеп жүрсеңіздер, онда осы видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Майонез өте дәмді әрі тез жасалады. Ол үшін бізге осындай таза, құрғақ, беті жабылатын шыны ыдыс қажет болады. Себебі майонезді дәл осы ыдыстың ішінде жасайтын боламыз. Ең бірінші лимон шырынын құйып аламыз. Бұл жерде бізде 2 шай қасық лимон шырыны кетті. Келесі кезекте бізде 1 шай қасық қант, жарты шай қасық тұз. Одан соң қара бұрышымызды алып, шым-шым етіп қана салып аламыз. Кейін 1 ас қасық горчицамызды қосамыз. Қасықпенен алған кезде қасықтың беті тегіс болуы керек. Горчицаны таңдаған кезде міндетті түрде паста түрін таңдаңыздар. Енді кезекте біз жұмыртқамызды салып, оның үстіне сұйық майымызды құйып аламыз. Барлығын жақсылап блендердің көмегіменен езіп аламыз. Бастапқыда блендердің жылдамдығын аздан бастап, кейіннен ақырындап жылдамдығын көбейтесіздер. Содан соң блендерді аздан бетінде осындай ақ көбіктер пайда болған кезде ақырындап блендерларыңызды көтере бастайсыздар. Сол кезде майонездарыңыз жақсы шайқалып, бір-біріменен жақсы араласатын болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай сізде осындай әппақ масса пайда болуы қажет. Блендерменен ең бірінші астын шайқап, одан соң ортасын, кейіннен үстінен тағы да бірнеше минут араластырып, блендердің көмегімен шайқап аласыздар. Сонда сіздерде осындай әппақ біркелкі масса пайда болуы керек. Осы кезде бізде майонезіміз дайын болып қалды. Міне көріп тұрғандарыңыздай видеода әппақ пена пайда болды. Біздің майонезіміз дайын болып қалды. Міндетті түрде жаңағы өзінің формасын ұстап қататындай болған кезде блендерларыңызды босатасыздар. Көріп тұрғандарыңыздай міне майонезіміз дайын, өзінің формасын жақсы ұстап тұр. Қасықпенен тексерген кезде майонез қасығымызда қалып тұр, ешқай жақ қағып төгіліп жатқан жоқ. Егер сіздер қасықтарыңызды сол жаңағы шайқалған массаның үстіне тіктеп қойып қоятын болсаңыздар, қасықтарыңыз сол бір орында тұратын болады. Майонезіміз дайын. Бетін жауып шамамен 1 апта, 2 аптадай сақтасаңыздар болады. Себебі бұл майонездің ішінде ешқандай химикат жоқ, үй жағдайында жасалған таза құрамдағы майонез. Дүкеннің майонезінің ешқандай айырмашылығы жоқ, өте дәмді. Кез келген салаттарыңызға қосып дайындасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, астарыңыз дәмді болсын.